Сәлем достар, YouTube'да қарапайым экономика арнасы. Адамзаттың даму кезеңі бірнеше дәуірлерден тұрады. Олар тас дәуірі, қола дәуірі, мыс тас дәуірі және темір дәуірі. Тас дәуірі кезінде адамдардың басты құралдары тастан жасалды. Сол себепті ол дәуір тас дәуірі деп аталды. Ал біз қандай кезеңде өмір сүріп жатырмыз? Айналамызға қарайық. Әрине, бәрі пластиктен, синтетиктен жасалуда. Қолындағы телефон немесе ноутбук, үйдегі заттар, тіпті үстіңдегі киім де, яғни бәрі мұнай өнімдерден жасалса, біз мұнай дәуірінде өмір сүріп жатырмыз деп тұжырым жасасақ болады ғой. Алайда, мұнай да таусылатын шығар, онда не болмақ? Бұл жерде есте сақтауға тиісті бір факт бар. Тас дәуірі тас бітіп қалғандықтан емес, жаңа тиімді технология пайда болғандықтан аяқталды. Мұнай дәуірі қашан аяқталады, немен бітеді, оның соңы не болмақ? Болашақта бізді қандай дәуір, қандай эра күтіп тұр? Бұл видеода біз осы сұрақтарға жауап береміз. Ал сіз төменге семіз лайк басып қалдырыңыз. Қолдауларыңызға рахмет. Біз бастаймыз. Осыдан шамамен 150 жыл бұрын, нақтырақ 1870 жылдары, мұнай кен орындарын іздеу басталды. Мұнай табылған аймақтарға жұмысшылар лек-легімен ағылды. Солай тіпті Америкада мұнайшылар қалалары пайда болды. Себебі бұл өте табысты бизнес еді. Джон Рокфеллер деген есім сізге таныс па? Рокфеллер сол жылдары мұнай өндіру бизнесін жолға қойып, қазірге дейін тарихтағы бизнеспен байыған ең бай адам болып тұр. Егерде Джон Рокфеллердің бизнес империясы қалай құрылғанын білгіңіз келсе, арнаға тіркеліңіз. Сонда сіз арнамызда алда шығатын видеоны жіберіп алмайсыз. Дәл осы тұста үлкен сұрақ тұрады. 1870 жылдары әлі көлік пайда болған жоқ, ұшақ та жоқ. Яғни бензин мен соляркаға аса үлкен сұраныс жоқ. Сонда мұнай қайда және не мақсатта пайдаланылды? Жауабы, сол жылдары мұнай қала көшелеріне шуағын шашты. Тура мағынасында керосин лампасы дегенді естуіңіз бар ма? Әлі де электр энергиясы мен жарық алу пайда болмаған тұста адамдар керосин лампаларын қолданды. Солайша мұнай қараңғыны жарық ету үшін пайдаланылды. Адамдар үшін тәуліктің жарық мезгілі артты. Еңбек уақыты ұзарды. Бұл экономикалық өсімге серпін берді. 1882 жыл Томас Эдисон әлемдегі алғашқы электроэнергия станциясын ашты. Әрине, керосин лампасы конкуренцияға шыдай алмады. Электр энергиясы пайда болып, оны адамдар қолдана бастағанда, мұнай мен керосин енді ешкімге керек емес дегендер болды. Алайда, іштен жану қозғалтқышы пайда болды да әлемді өзгертті. 1896 жыл Генри Форд алғашқы автомобиль құрастырып шығарды. 1903 жыл ағайындар Райттар алғашқы ұшақпен ұшқан адамдар болып тіркелді. 1907 жыл алғашқы жанармай құю станциясы салынды. 1913 жыл крекинг патент алды, яғни мұнай өңдеудің жаңа әрі тиімді тәсілі құрылды. Солайша аз жылда мұнай жай ғана тауар емес, стратегиялық маңызы бар тауарға айналды. Уақыт өте келе мұнай сатудан түсетін табыс тек компанияларға ғана емес, мемлекеттерге де олардың дамуы үшін үлкен әсерін тигізді. Сондай елдердің бірі Біріккен Араб Әмірліктері. Бұл ел туралы видеоға сілтеме комментарийде болады. Ал біз ше? Дұрыс, біз де шикі мұнай сатудан табысымыздың бір бөлігін табудамыз. Шикі мұнай, яғни өңделмеген өнім. Біздің шикі мұнайымыз тура мағынасында шет елге ағылуда. Бұрын басты байлығымыз мұнай емес, басты байлығымыз адам дейтін едік. Ал қазір елімізден мыңдаған білімді сауатты мамандар шет елге кетуде. Осы жайлы видео көргіңіз келсе, арнаға тіркеліңіз. Алдағы уақытта міндетті түрде жасайтын боламыз. Бізде мұнай көп, біз өлмейміз деп жүрген жігіттерге. Біріншіден, біз өз мұнайымыздың көп бөлігін сатудамыз. Екінші, бізден мұнай алып отырған елдер баламалы қуат көзіне ауысуда. Видео басында айтып едім ғой, тас дәуірі тас бітіп қалғандықтан емес, жаңа тиімді технологиялар пайда болғандықтан аяқталды деп. Бүгінде электрокөліктер өте жылдам таралуда. Әуелде Тесла тек байлардың көңіл көтеруі үшін жасалған болса, бүгінде еуропалықтар үшін қол жетімді, ең бастысы тиімді көлікке айналуда. Ой, қайда, электрокөліктер өте аз ғой деуіңіз мүмкін, алайда бізде аз, ал дамыған елдерде соншалықты аз емес. Әрі 5 жыл бұрын мүлдем жоқ еді ғой. Ал қазір аз да болса бар. Тағы 5 жылдан соң не болады? 10 жылдан соң ше? Ағылшын ғалымдары зерттеуінше 2040 жылы әлемде 15% көлік электрокөлік болады. Алайда олар жалпы жүріп өтілетін жолдың 25%-ын жүріп өтеді. Себебі жүрісі жағынан электрокөлік тіпті қазірдің өзінде бензинді автодан тиімді. Оның үстіне саясат әсері қатты тиюде.
мұнай өндірмейтін, тек сатып алатын елдер электрокөлікке тез ауысады. Мысалға, Франция 2040 жылдан кейін бензинді автоға тыйым салады. Ал норвегиялықтар жаңа бензинді автоға 2025 жылдан кейін тыйым саламыз деп отыр. Ал Қытай тек гибридті және электрокөліктерге ғана қолдау көрсетуде. BMW көлік құрастырушылары бірде біздің басты қарсыласымыз Apple және Samsung деген болатын. Бұған қарап, жаңа эра, жаңа дәуір, смарт дәуірі немесе электрогаджет дәуірі болады деп жорамал жасасақ қалай болады? 20 жылдан соң, баяғыда Қытайға мұнай сатып тұрғанда жағдайымыз жақсы еді деп тұрмайық. Жоқ, мұнайдан тек бензин алынбайды ғой. Пластиктер, түрлі өнімдер, киім, тіпті Құдай сақтасын сағыздың өзі мұнай ғой. Мұнай біздің елімізге берілген үлкен бақ. Басымыздағы бағымызды бағаласақ қандай жақсы. Бұл видео осымен тәмам. Алайда мұнай тақырыбында әлі де алда видеолар болады. Арнаға өтіп, басқа да қызықты видеоларды көріңіз.